сонда 4-5 класста жүрген кезде менің дейді ата әжелерім нияз байлайды дейді. Мен сол ниязды маған сол сіңіп қалған дейді. Ол не еді? Нияз. Мен де білмеймін ғой сол не екенін. Кейін сұрадым. Сосын бірақ білетін адам сол тыңдап отыра бердім. Нияз ба деп қойып енді оны ұят қой өзін сұрадым. Білмейді екен. Мен нияз байлаймын дейді да. Керемет қой нияз байлаймын. Ал құрметті қонақтар, біздің осы жолғы әңгімемізге, студиямызға тағы қош келдіңіздер. Біздің Алтын Сақаның көрермендерінің арасында балалардың ата-аналары да бар екен сөз. Сол балалардың ата-аналары өздерінің балаларын, ұл-қыздарын мақсатқа қалай ұмтылдыру керек, арманға қалай жетелеу керек, сол жайында алдымызға қандай мақсат қоя білуіміз керек, сол жайында әңгімемізді бастайық. Өздеріңіздің ойларыңызды айта отырыңыздар. Құрметті біздің көрермендерімізге айтар барынша ақыл кеңесіміз болса, оны да айта отырайық. Санжар аға, өзіңізге өмірлік тәжірибеңіз бар, оққан, тоққандығыңыз бар. Сол жөнінде айтсаңыз, ал Шыраз мырза өзің қазіргі жастардың өкілісің, қаншама осы заманның жаңағы кілтін қолына ұстағансың. Жастардың қалай ойлайтыны, мақсатқа қалай талпынуы, сол жайында өзіңнің көрген білгеніңді өзіңнің өмірінен айта отырсам болады. Енді басталды, таяқ жерге тасталды деуші еді ғой. Енді мақсат деген қашанда әр адамға өте қажет нәрсе. Мақсат қоя білуіміз керек. Сол мақсатқа жету үшін тәуекел керек сияқты, табандылық қажет сияқты. Тәуекел болмаса, табандылық болмаса, ол мақсатқа жету де оңай болмайды. Ал арман деген енді ол баруым керек, білуім керек деген сияқты әр адамның ішінде бір арманы бар ғой. Осы мақсат дегеніміз не, арман дегеніміз не, өзі бірінші сол туралы сөйлесіп алсақ. Жақсы. Асыл тастан шығып, ақыл жастан шығады деген тыңдайық жастар. Енді арман мақсат дегенде жалпы кез келген жасты алғым ұмтылдыратын, ізденіске жетелейтін нәрсе арман мен мақсат қой. Арман мен мақсатты қалай қою және оған қалай жету жолдары, оның техникасы немесе мәнері әр жасқа өсемін деген әр жасқа қызық деген ойдамын. Сондықтан бүгін Санжар ағадан өзінің көзқарасын, жалпы ғылыми оқыған көрген білсек деп отырмыз. Мақсат жайлы ғой сонда. Мақсат пен арман. Енді мен қызығып айналысатын логотерапия деген ғылымда бұл мәселені өте салмақты бір формада тексереді. Себебі мақсат қоя алмай жатқан адамдарды бір шетке қойып қояйық. Мен өмірімде жақсы мақсатты қойғам және жақсы нәрселерді армандағым. Сол мақсатыма да жеттім, арманымды жүзеге асырдым деген адамдардың өзі 40-45-ке келгеннен кейін неге экзистенциялық тоқырауға ұшырай береді, кәдімгідей ары қарай өмірін сүре алмай қалады. Оларға мына сырттан қараған адамдар объективті бір ешқандай бір оның өмірден торығып түңілуіне қатысты ешқандай бір себеп таба алмайды. Сыртынан қарап тұрған адам айтады, мынаның үй жайы бар, әйел бала шағасы бар, балалардың бәрін жақсы ақша тауып, спецшкола беріп отыр, бәріне репетитор жалдап қойған, бала кезіндегі армандаған нәрсесін бәрін жүзеге асырып, мықты университеттерде оқыған, бұнымен таласатын, конкурент болатын болған маман да жоқ деп айтады. Бірақ бәрі ол 45-40 арасындағы адам шартылып айнелде оратылып жатады. Ал енді ол мақсат арман қоймай, ол жастық шағының бәрін әшейін босқа өткізіп, одан кейін енді 25-тен кейін әйтеуір ақша тауып үй алу керек болғаннан кейін қара жұмысқа жегіліп, соның ішінен мүжіліп, жасына жетпей қартайып кететіндер, ол тұрысымен жайына, мына мықтылардың өзі шайналып кетеді бірінші жерде. Осыған байланысты нақ бұлай болды. Мынау мақсат арман айқындаған адамның өзі 45-тен кейін жүрмей қалды ғой. Енді бұны салыстырған кезінде бүйтіп түсіндіреді негізінде. Мысалға, адамды бір ұшақ деп аласың. Ол ұшып кетті, туды. Енді ол қону керек. Оның қонуы қарттықпен есептеледі. Соның қарттыққа келіп қонақтарын ары қарап ол ажалға ақ өліммен өліп кету керек. Бұрынғы енді біздің
ескідегі көп мындай тақуалық ұстанған қариялар көбіне солай өмірден өтетін болғанда оны елдің арасында ондай әңгіме жетіп жатыр. Ол бір эзотерикалық әңгіме емес, ол аңыз емес. Жаңағыдай менің атам мен әжем өлерден бұрын бір апта бұрын өзім өлетінін білді дағыны ағайын туысқан жинап қоштасып кәлимасын айтып кетіп қалды деген. Енді сол ұшақты қондыру деген түсінік бар да. Мына адамды қарттыққа қалай қондырамыз, өлім сағаты соққан кезде бұл ары қарап паникаға түспей, эвтаназия сұрамай өліп кету керек деген. Енді үйтейін десе, жаңағы арман мақсатын айқындаған адам 45-ке келген кезінде жаңағыдай дүрбелеңге түседі дағы, ол жай үйіне жатып қалатындары бір бөлек. Қазір Қазақстанда бұл тенденция өте көп. 40-45-ке келген кезде 5 баласын, 4 баласын тастап ажырасады да, 25-30 жасар қыздар үйленіп кетіп қала берді кәдімгідей. Енді елдің бәрі енді мораль оқитындар оны ұят емес, тас жүрек, бәлем бәшін оңбаған әке деп оны сыртынан ысқыртып жатыр. Негізі оның ішінен үңілген кезінде ол жерде жаңағыдай көкіректің ішінде кеткен бір орындалмай қалған бір бостық бар ана жерде. Ол арманмен де толмайды, ол мақсатпен де толмайды, басқа нәрсемен толмайды. Мән деген әңгіме сол үшін шыққан ана жерде. Ана мақсат арманды істеп, сол теманы сол қойып қойып отыра беретін болса, мына хабардың да түбі нәтижесі аяқталады деп әңгімеге келе жатыр бұл. Сосын тұрады бір бостық кетті ана жерде. Енді оны толтыруын ол білмейді ана адам. Сөйтіп ол ойлайды, өмірімді нөлден бастасам қайтадан қалпына келеді дейді да, 25 жасар қыздармен байланысып бастайды да. Сондықтан бізге жазылатын хаттардың көбісі 40 маңайындағы келіншектерден келеді. 4 баланы мен тастайын деп тұр, 5 баланы мен тастайын деп тұр. Мына біреуді тауып алды, кешесі тауып алдым, бәлем бәшін. Бұл қоя ма, қоймай ма? Ол қоймайды онысын. Қоймайтын себебі оның ішінде, яғни бұны енді адамның жаны анау деп былай ауыз тілде айта береді. Ал философияға түскен кезде ол екі атау болып өтеді. Біреу субъект, не болмаса оны human being дейді, адамның болмысы деп айтады. Орысша бытие дейді. Бұл адамның болмысының ішінде бір бос кеңістік тұр ана жерде. Ол тек қана тәңірлік әлемнен келіп құйылатын сәулемен ғана толады, басқа нәрсемен толмайды. Сондықтан логотерапия тұрады да, мәселені көлденеңнен қояды. Мақсат, арман дегенді қалай анықтаймыз? Ал өмірдің мәні деген әңгімені қайықтан кіргіземіз маған деген. Соны талас тағыс ойбай мақсат жоқ, адам қанат жоқ, құс сияқты анау деген сияқты бір әртүрлі салыстырулармен енді көбіне ақын жазушылар өлеңдерін арнап толтырады ғой мына жерде, бірақ бәрібір нәтиже бермейді. Оған как философиямен кіреді. Философия деген ешқандай әсерге бөленбейді, ол шайқатылмайды, толқымайды, тап-таза ақылдың күшіменен осылай нық тұрады дағы ананың арғы жағындағы астарында жатқан шындықты суырып алады. Сосын айтады, жоқ бұл болмайды дейді. Арман мақсатты адамның айқын санасы рационал түрде белгілейді. Яғни мына біздің қазіргі жастардың, сіздер әңгіме қылып отырған жастардың бәрі тым бұны енді шектен шыққан рационализм дейді. Енді гипертрофированный рационализм деген аты бар. Бұлар мынау өлім, қарттық жайлы ойламайды, оның басын ауыртпайды. Ол өлгеннен кейін өмір жайлы тіпті ол күлкілі, ол нигилизм дейді, ол күлкі әжуаға айналып кетеді сен, өлімнен кейінгі жағдай не болады деген. Сөйтіп олар мына 50-ге дейінгі 60-ға дейінгі жететін жетістіктерін ғана айқын сана назарға алып тұрады. Ары қарап иррационализм кетеді негізінде. Сөйтіп оны рационализмнің ең басты қаруы ол ғылым білім. Сөйтіп ғылым білімнің төресі ретінде бізде қоғамда мойындалған нәрсе ол математика, физика. Сосын оған жаңағыдай ағылшын тілін білсең тіпті дүниежүзілік деңгейде шығасың дейді. Сосын адамдар баласын туа салысымен математикаға бейімдеу мүмкіндігі болса, сосын физикаға бейімдеу, сосын 5-6 класстан тіпті біреулер одан да ерте бастайды. 6-7 жасынан бастап оны ағылшын тіліне жетеміз бәрін қиратамыз дейді, кірісіп кетеді. Бірақ бұл адамның жайлап жетілуге тиісті нәрсесін мынау не бар? Теплицада өсіреді ғой, дәрі беріп, мысалы мамыр айының басында тасталған тұқым негізі табиғи жол бойынша тамыз айының 7-сінде пісу керек болса қауын оны алып дәріні беріп қолдан қыздырады, бір жарым 2 айда пісіреді, оны Европаға сатып жібереді. Сол сияқты балалар жайлап өзі 20-25-ге қарай пісіп жетілуге тиісті нәрселерінің бәрін алады да, оның жаңағыдай мәңгі қиялдарын бәрін қырық тастайды, оны алып жаңағыдай удобрение, тыңайтқыш қолдан химиялық элементтер берген сияқты оны пісіріп жібереді ана жерден. Соған байланысты жап-жас 22, 23, 24, 25-тегі балалар қазір сым күйреп құлап жатыр мысалға. Мысалы күні кеше Қарағандыдан бір жігіт телефон соғады, мен халықаралық қатынастарды бітірген, мен ағылшынша судаймын, орысша, қазақша маған түгіміз. Мен мамандығым өте жақсы, кез келген жерде жұмыс істеймін, бірақ мен қазір өмірге деген қызығушылығым бар, сөніп бітіп, мен үйімде отырмын, мен шыққым келмейді далаға деп. Көрдің, бұл не деген сөз? Бұл жаңағы бұл сұрақтармен бұл негізінде 50-ге 45-ге келгенде айналысу керек.
оны ол пісіріп тастаған ана жерден сол бітті оның ары қарай уже ешқандай асарын асап жасап қойды да жиырма бесінде. енді Қарағанды останған жер, енді ол жерде сондай нәрселер жоқ, енді қазақ мәдениеті өте тапшы. енді біздің мына енді қазақтың салт дәстүрі мықты сақталған, енді Маңғыстау дейін десең Ақтаудан біреу соғып тұрады. Мен жасым 30-да осында мықты жерде жұмыс істеймін, 400 мың теңге маңайында айлық аламын, бірақ мен бір балам бар, әйелім бар, қызығушылық бітті, мен семьям не болса ол болсын, мен қазір жұмысқа да бармын, жатырым тұра алмай қалдым орнынан дейді. Көрдім, оның арманы, мақсаты кезінде сол математика, физиканы оқып, шет тілін үйреніп, сол жаңағы мұнай өндіретін шетел компаниясына жұмысқа тұру, оның мақсаты айқындалған. Енді ол арманы 30-ға жетпей орнына тастады. Жақсы әйелге де үйленген, ол әйелінің үстіне шығады, шағым айтып отырған жоқ, әйелім өте жақсы дейді. Былай қарап тұрсаң, өмір мәресіне жетті. Ал енді рахаттанып, көрем досың рахатын дейін десе, ол ары қарай ол өмір сүрмейді мысалға. Ол суицид жайлы өліп жатыр қазір. Ана астынан балтын сол қара балшыққа тартқан кезінде шыдай алмайды тағы өзіне қол жұмсап жүру мүмкін. Сондықтан ол үрейленіп соғып тұр маған, енді шығатын жол бар ма деп. Енді кітаптар сұмдық, адамдар айтты, маған жоқ деген сияқты. Енді ол түбі шығады одан қыбырлай берсе. Осыған байланысты шыққан ғой негізінде. Сосын бұл логотерапия тұрады да айтады. Көрдіңдер ма дейді, арман мақсат деген нәрсені адам рационал түрде белгілейді, адамның ақылы айқын сана белгілейді оны. Ал өмірдің мәні деген сені мәңгілік сүйрейтін локомотивті, сен жасың 95 100-ге келсе де сені қазір өлтіреміз десе, жоқ, мен өлмеймін деп ана өмір үшін күресе беретін өлермендікті, оны өмірдің мәнін ар-ұят белгілейді. Сондықтан да өмірді қамға кіріскен кезінде бұны мына экзистенциализм философиясын дамытқандар бізге қарағанда жақсырақ жасаған. Бізде енді мысалға ары жоқтың ақылы жоқ деп бір тәмсіл ретінде айтылады, назидание дейміз ба? Бірақ философия ретінде бекітілмейді. Ары қайсы, ақылы қайсы деп. Соны шатысып бастады. Ал оны ана экзистенциалистер тұрады айтады. Көрдің ба? Дүниені таныған кезде сен ақылыңмен кіре алмайсың дейді. Мен физика, математиканы білемін, мен ағылшынша білемін, мен орысша білемін, мен қалпақтан ұрып аламын, өмірдің тетігі менде тұрады деп айта алмайсың дейді. Неге десең, ол нені consciousness дейді, айқын санады. Ал ар-ұятты conscious дейді. Арасын екі терминді бөліп тұрған екі шағы латынша. Бірақ екеуіне де ортақ бір не, ол кристалл алдында суретінен тұр ғой. Кан деген. Ол кон деген көу, кан, кон деген ағылшынша бірге деген латынның сөзінен келіп тұр ғой. Яғни consciousness деген сөз, дүниені таныған кезде, сен дүниені игеремдеп кірген кезінде ар-ұятыңа бірінші басшылық беріп отырасың, жол басшылық отырасың ана жерде. Одан кейін ол адамның ар-ұяты мәңгілік бұл дүниеге де, о дүниеге де серік болатын, екі дүниеңді алып, екі тойыңды қабат қылатын, мызғымайтын, сенің бағың бақытың болатын нәрсені ар-ұят белгілейді ана жерде негізінде. Оны трансцендентті дейді, яғни өмірдің мәні деген нәрсе бұл дүниенің ішінде тұрмау керек, ол ғайыпта тұру керек ана жерде. Егер сол мына Франклдың айтатын себебі сол, егер сен өмірдің мәнін жаңағыдай мақсат мұрат деген сияқты майда шүйде категориялармен оны шатыстырып, оны дүниенің ішіне әкеліп түсіріп қойып, сен жаңағы мынандай нәрсені игеріп, Оксфордты бітіріп келіп, әлем университетке сен жұмысқа тұрғанның өзі деп, егер сол адам айта бастайтын болса, онда ол объективті әлемнің бір мүшесіне айналып кетеді тағыны, оның ғайыптық сипаты жойылады ана жерден. Ол адамды уақыт өте келе жалықтырады. Не үшін жалықтырып кетті оны? Оны адамдар айтады, сен шетелде оқыдың, жақсы әйелге үйлендің, жақсы семьядан шықтың, жақсы жалақы алып отырсың, саған не керек деп. Сол адам жауап береді сосын. Себебі сіз адам болмысы жайында ой толғаған кезінде адамның биологиялық қыры бар, психологиялық қыры бар, жаңағыдай эмоциялар бар. Осы дүниенің ішінде айналып жатқан. Бірақ бұдан бөлек бұл дүниенің ішіне сыймайтын, ғайыппен оны жалғап тұратын, оның ноологиялық қабаты, рухани бір дәлізі тағы да бар. Сендер соны жаттыңдар. Яғни ар-ұятты ұстау, ар-ұят қой ұят болады деген нәрсені күзетіп отыру трендтен шығып кетеді. Керісінше қазір жастардың мен өте жақсы біледі, нигилист балаларды, бәрі рационалист, бәрі 3-4 тілді емдерден сөйлейді. Ол жігіттердің арасында отырған кезде сен өлім тақырыбын, өлімнен кейінгі өмір тақырыбын, хаттық жайлы, даналық жайлы сөз қозғау, сені әжуаға демдейлендіріп жібереді мына жерде. Егер мысың басы отырмайтын болмаса, аналарды өзіңнің көркем мінез құлқыңмен, сабырмен, төзіммен, толеранттылықпен ана жерде оларды егер қақтырып отырмайтын болсаң, олар сені қолдан-қолға іліп ана жерде демде көкпар тартқандай болып жібереді. Ал бұның соңы неге алып келеді? Жаппай нигилизмге алып келеді тағына. Сол мақсат мұратымды айқындадым мен өзімнің 17 жаста армандаған мамандығымды игердім, мен қатырдым деп тұрған, айдарынан желесіп тұрған жігітім 45-тен кейін үйіне шыға алмай қалды. Сондықтан осының бұл мәселені шешу үшін саған жақпаса да, жастарға ұнамаса да, ар-ұят деген не?
ол қалай жұмыс істейді, ұят болады деп нені айтып жатыр деп орынсыз ұялшақтықпенен орынды ар-ұятты болудың аразы қайсы деген философиямен бәрі айналысуға тура келеді ана жерде. Ол ар-ұятты қалай күшейтуге болады, ол интуитив деңгейде қалай жұмыс істейді, ол өз бөлек бір тема болады да, оған бөлек оны тағы бір қабылдамайтын боласың. Біз енді оған біз қазір соқпайды, тереңге кірмейміз, бірақ сөздің түйін сонымен жасалады. Сен егер өмірден жалықпаймын, мен бұл өмірде сондай шабытты, жеңісті көңіл күйде соңына дейін сүремін, өлгеннен кейін де мен ана дүниеден алатын үлесім бар деген егер иман сеніп тұратын болса, тұру керек болса, онда ар-ұятпен шығасың. Онда адамдар сұрайды, онда ақыл не үшін берді бізге? Мына айқын санамен тұрмын деген кезде, мына ар-ұяттың белгілеген өмірдің мәні деген өте нәзік затты сен біреуге ұрлатып алмай деген не ол? Ол осы рухани мәселелердің бәрін күліп жеңіл қарайтын, оны мазақтап күлетін де болмаса, діни сенімі басқа болу арқылы бұны бір мәнсіз мағынасыз көрсететін топтың ұрлауына сен мүмкіндік бермеу үшін ақыл сол үшін керек болады саған ана жерде. Яғни көкірегіңді түйдің, өмірдің мәні мынау, бұның мәңгілік мен үшін маңызы бар ғаламдық. Мен осы мәнді ұрлатпай тұрамын дейтін болсаң, онда сен құрайшы менде мән бар, мен ұрлатпай тұрамын деген тұра алмайсың, ұрлатпынан алпынан. Себебі қарсы тарап тым оқымысты, тым саған қақпанды көп жерден құрап, олар логикамен шабуылдайды саған. Амалдың жоғынан жаңағыдай сексеуілмен ұрысыңдар деген сияқты саған логикамен шабуыл жасайтын болса, онда сен оған логикамен жауап беруге тура келеді. Сосын бұл соғыс екеуінің арасында жүріп жатады. Ал ар-ұяттың ол логосқа кетеді. Яғни өмір сен бүйтіп айқын санамен тексерген кезінде өмірдің мәні деген зат оның астында 1 метр тереңдікте жатады. Соның мына Франклдардың айтатын себебі өмірдің мәнін немен логикамен тексермей ақ қойыңдар, ол логиканың бір қабат астында жатыр деп айтатын себебі. Сондықтан мен логотерапияны оқып жүрген маман адам ретінде арман, өмірде мақсат болу керек, ол біз сүйреуші локомотив деген нәрселер менің қаным қызбайды. Себебі оның артын немен бітетінін мен көріп тұрамын. Сондықтан бірінші адамның ар-ұяты өмірдің мәнін анықтайды. Енді осыны қандай субъективті түрде жүзеге асырамыз деген кезде саған жаңағыдай өз тұлғаңа бейімділік адамға беріледі. Предрасположенность дейді, бір мамандықтың иесі болуға сен өз тұлғаңа бейімділік тұрасың. Сол бейіміне қарай кетесің дағы қай мамандықта жүрсең де, бірақ сен ана жағы солтүстік көрсетіп тұратын компастың тілі сияқты адамның ар-ұяты мына идеяға жұмыс істе, мына біліміңді, күшіңді, қаржылық қуатыңды мына идеяны дамыта түсуге сал деп өзі әр тараптан көрсетіп тұрады. Енді бұлай болмаған жағдайда оның орнына гедонизм шығуы мүмкін. Яғни бұл өмірдің мәні кайф, тақпан ақшаның бәрін аламыз да қыдырамыз, қаңғимыз деген. Или болмаса, егер гедонизм деген тым қатты айтылды, мен енді ондай арсыз қалай осылай қыдырып қаңғып жүре беретін адам емес, мен өте рационалды, әдетті, мәдениетті адаммын дейтін болса, оны бәрі нашар философия келеді, оны позитивті психология дейді, онда бақытты өмір сүремін деген тағы бір деген шығарады. Ал логотерапия оны тағы да қиратады сосын. Бақытты өмір сүруге кедергі, бақытты өмір сүремін деген ниет. Яғни бұл өмірде мен бақытты өмір сүру үшін келдім деп сен егер айтатын болсаң, онда сен бақытты өмір сүретініне гарантия береді. Ал егер мен мәнді мағыналы өмір сүру үшін келдім дейтін болсаң, онда сізге бақыт гарантия беріледі. Болды, сен мәнді мағыналы тарапқа қарай өміріңді арнаған кезде бақыт құсы өзі ұшып келіп сенің төбеңе қонады деп кетеді. Бұл тема осымен бітеді жігіттер. Санжар аға, жаңағы айтқаныңызды жақсы түсіндік, өте дұрыс нәрселерді айтып жатсыз. Бірақ сол жаңа айтқанымда 2017-те осы сіздің логотерапия мән жайлы 2 күн түсіндіріп ұғындырғаныңыздан кейін өзімді былай біраз іздендім де. Өзім сіздің айтқаныңыздан аз да болса түсіндім, өзіме қажетін ала алдым деп ойлаймын. Бірақ кейін мынандай нәрсеге тап болдым. Бәрібір адам ортасымен жүреді ғой енді. Адам қоғамда өмір сүретін, социумда өмір сүретін жаратылыс болғаннан кейін оның айналасындағы адамдардың да позициясы өте маңызды. Сонда мен жеке өз басым тап болған негізгі мәселе қатарластарым ізденгісі келмейді мысалы. Жанымда бұрыннан бері былай қарасаң жақсы араласып жүрсің, ешқандай араздығың жоқ, бәрі жақсы, тек
мән мен жаңағыда мағынада, мақсатта ғана айырмашылық бар да. Мысалы таң атып күннің батқанына қуанып, бос күлкімен арзан ойынға әуес адамдарды қалай еліктірсек болады жалпы? Қалай тым болмаса дұрыс бағыттасақ? Сосын жаңа сіз айттыңыз ғой, жетістікке жеткен адамдардың өзі мән жоғалып жатады деп. Меніңше бірінші жаңағы еш нәрсеге ұмтылмайтын адамдардан бастаған жөн секілді. Себебі жетістікке жеткен адам тым болмаса айналасына, отбасы, бала шағасына материалдық жағынан тым болмағанда солай көмектесіп үлгереді ғой. Ал еш нәрсеге ұмтылмайтын, тек өмірін сүргеніне қуанып күліп жүретін адамды не істейміз, қалай істейміз олармен? Бұл жерде енді мораль оқып ақыл айтып кетуден сақ болу керек та. Себебі сен қазір үйту керек, бүйту керек, ондайлар андай, мұндай деп сен сынап, я болмаса жаңағыдай бір төбеден бәріне үкім беріп сөйлейтін болсаң, онда мына бізді көріп отырған жастарымның бәрі мына хабарды қазір өшіріп тастайды да, ютубтың екінші бір каналына өте салады. Сондықтан бұл жерде Франклға бұл сұрақ қойылған. Біз мына 80-ші жыл, 75-ші жылдар болса керек, біз енді Америкада жастардың бәрін жаңағыдай не қалай соны бере береміз деп, ақыр аяғында бұлар енді бір мәнді мағыналы нәрсеге ұмтылудан, қайраттанудан қалып барады. Енді не істейміз енді, бұлар баяғыда ғой енді әйтеуір ескіліктің күшіменен дәстүрді айтып отыр ғой, енді семьяда тәрбиелейтін екен, ол да қалмады дейді ғой енді. Сонда Франкл айтады да, енді жоқ, енді біздің заманда керісінше дейді да, енді бұрынғыда үйіңде отырып алып ақыл айтып үйту керек, бүйту керек дейтін заман өтіп кетті дейді да. Қоғамның қайнап тұрған жерінде қандай да бір әлеуметтік проблема, психологиялық проблема болатын болса, екі жеңді түресің дағы, соның ішінде қойып кіріп кетесің сен дейді да. Сосын сенің күресіңнің барысында адамдар саған қарап тұрады дағыны, ана қайратты рухтың бойынан тараған толқын, енді ол онтологияда бар үйретеді өзі. Бар нәрсе қалай бар болады, қалай жаратылады деген. Яғни бір қайратты адамның бір нәрсемен бел шешіп кірісіп төбелесіп жүруінің өзі қоғамда толқын туғызады дағыны, ол біраз уақыттан кейін жастарыңа да жетеді. Сондықтан бұл жерде ана қалың топқа барып ақыл айту керек па? Жоқ әлде өзің тұрған жеріңде өзің белгілеген нәрсені қайраттанып соның ішіне кіріп күресу керек па деген. Сондықтан мысалға жаңа сен түсініп отырмын, мен сенде конформистік көңіл күй саған былай енді әсер ететін болып тұр ғой, енді айналадағы жігіттердің бәрі саған өзінің көзқарастарын таңып, болмаса жаңағыдай көп қайда құдай сонда, жаңағы 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ деген сияқты олар не қылған кезде сен шайқап ана өміріңнің кетіп бара жатқан сапарынан сені қалдырып, олардың да жаңағыдай бір арасында жүріп абыройлы болу үшін оған да құлақ тұру керек сияқты болып тұратын жағдайы. Бірақ бұған мына софылар жақсы айтады. Осындай өмірін босқа өткізіп жатқан адамдармен жолыққан кезінде дейді, амандас, сыйлас, сәлемің түзу болсын, өлім жітім той томалағаннан қалма, бірақ оның сүрген өміріне көңіліңмен лағнет айт дейді. Яғни сен ішіңнен оны жек көріп тұруың керексің ананы, бірақ айтуға хақың жоқ. Көрдің? Осы сондай нәрселер өзі өте нәзік нәрселер жүзеге асады. Ал енді жалпы енді жастардың бәрі осылай болып кетті деп деуден бұрын сәл артқа қайтқан жақсы да бұл жерде. Енді мына адамдар неге осындай болып қалды? Мына қазақтың жастарының бәрі неғып ұмтылмайды деген кезде мына формирование личности дейді. Тұлғаның қалыптасу процесі деген болады да. Соны енді бұл қай жерден бастап қалыптастырады өзі? Бұлардың арман мақсат қай жерден белгіленеді, қай жерден кетті өзі қателік, қай жерден бір бос нені тізбекті үзіп алдық деген сұрақ бар. Енді оған классикалық жолмен ғана жауап бересің. Жалпы адам мақсат мұратты айқындайтын заттардың бәрі негізі былай абстракты деңгейде біріншінде ол туылған кезінде пайда болады, бесік жырымен келеді. Мына бесік жырына әлдеге өте көп күш салады бұрынғылар мысалға. Ана бұл енді қара халық біле бермейді. Көбіне мына көкірек көзі ашылған ғайыптан хабар алатын сонда бір ишан, софы, хазірет, бір молдалар ғана біледі да. Мына бесік жырының текстерін жазып шығарады да, оны трансцендентный дейді. Яғни бесік жырының ішіндегі болып отқан оқиғалар объективтің әлемнің ішінде айналмау керек. Оның ішіндегі символдардың бәрі, ана аталған жандай киелі кейіпкерлердің бәрі ғайыпта тұратын болу керек. Мысалға менің балам осы ма, менің балам осында, басында бақыт құсы ма, ғайберен 40 жылтен бөбегімнің досы ма, ла илаха иллаллада пайда бар, Мұхаммедтің үмбеті осындай бөбек қайда бар деп айтып жатады ғой. Сол жерде сен ғайберен 40 жылтенің де жаңа 88 серулер, 99 машайық, әлилер қосайық деп айтып отырады. О сенің машайығың да 88 серулерің де бәрі бұл дүниенің ішінде жоқ олар. Бәрі олар трансцендентті ғайыпта әлемде тұрады. Sonra бала туылған кезінде, соның құлағына айтып отқан кезінде адамдар көрдің рационализмнің кедергі келтіретін жері. Адам
ақылмен ойлап тұрады да ойлайды, мынау кішкентай бала өзі құрбақадай болып жатсын, мынау түкті түсінбейді деп түкті ойлайды. түсінбейді мынау. Одан да мен бұны күтейін тілінің шыққанын, сосын 5-ке келсін, содан кейін мен мынаны сразу английский үйретемін деп ойлайды. Енді бұл бір надандықтың бір модерн, ерекше бір қызық бір түрі. Ал енді мысалға мен 2008 жылы «Наука и жизнь» деген Россиядан шығатын журналдан сол кезде арнайы бір мақаланы 10 бет аударғам. Соның ішінде кәдімгі мүйізі қарағайдай ғалымдар жазады ана жерде. Әрбір бала туылған кезде өте сақ болып отырыңдар. Олар енді колыбельный дейді ғой. Соны айту мәселесі, сосын баланы бесікте жатқан кезінде мындай эстрадный музыка, поп музыка және таңғырлаған бәлелер естіліп тұратын радио, телевизордың қасына қоймаңдар. Үйлеріңе қонақ келетін кезде қараңдар. Бос сөз, бос әңгіме айтатын адамдар отырған жерге бөфеңді алып келме деп соның бәрін істейді. Бұны бұрын қазақтар да білген. Ана жаңа туған келіншекті бөлек отырғызып қояды, ана кіргізбейді, сондай. Ана себебі тұпсанасында клеткалар бар емес пе? Енді оны биологияда мектепте оқытады ғой, ол размножение клетки деген, бір клетка бөлініп кете береді мысалға. Ал мидың ішіндегі нейрон клеткаларда ол секунд сайын, минут сайын бүйтіп мыжынап көбейіп барады мысалға. Ең ақпараттың көп молынан құйылып, жаңағы киелі кейіпкерлердің символдардың бәрін барып миға барып тас болып қатып қалатын кезде сол туып ана мидың бүйтіп көбейіп отқан сәті ол негізінде. Ал ол енді сол сәтінде егер сен оның астына жаңағыдай бос сөз, бос әңгімені ұра беретін болсаң, ол Фрейд ол жаңалық ашып тастады мысалға. Тұпсананың кілті мысалы, бейсана дегенді ашты, подсознание дегенді. Ол айтты, міне мен адамның айқын санасы 5%, сен 95% бейсаналы түрде сенің кішкентай кезіңдегі 5 жасқа дейін қалыптасқан жағдайың сен билеп төстейтін, мен сендерге дәлелдеп беремін деді. Бейсанада жатқан неше түрлі жаңағы символдың кілттерін ашып, сен түс көрген былай айтып тастады мысалға. Енді ол қазір Фрейдпен ешкім таласып айтты, оның бәрі мойындап отыр мысалға. Дәл сол оқиғаны руханиятқа да пайдалануға болады. Егер сен ақыры 5 жасқа дейін қалыптасатын болсаң, олар енді травмамен, анамен Эдип комплекс деген өзінің бөлек әңгімелер бар, біз оған кірмейміз. Олай болатын болса, онда қазір ол мынандай ұрпақ деген конвейер сияқты нәрсе бүйтіп айналып жатқан. Мысалға сен 15 жасар баланы адам боламын, жаңағы 20 жасар жаңағы жеңілтек баланы адам боламын деп сен 10 жыл сен өңешіңді өртеп отқанда, ол конвейермен айналып, ол 30-дағы жігіт болып ары қарап өзінің өмірін сүріп кетеді. Ал сол уақытта мына жақтан туып отқан балаң сен аналармен күресіп отқанда ол оңға келіп қояды, тағы бір буын кетіп қояды ана жерден. Сондықтан ақылды жұрт не істейді? Тұрған жерінен тұрады да айтады, жақсы, мен сендерге әлім келмейді, сендер көпсіңдер себебі. Мен онда мына әлім келетін жерден нөлден бастай берейін дейді ана. Бізді көріп отырған қазір 1 жасар, жаңа туған бесікте жатқан бөпесі бар аналар көріп отыруы мүмкін. Болмаса енді үйленейін деп отқан жастар, мен балам жақсы болып өссе екен деп арманда бір қыздар балдар жүруі мүмкін. Сен соларға айтасың енді. Енді тоқтай тұрыңдар, қорқатын түгі жоқ. Жаңа туған балдарының бәрін алыңдар да, бесік жырмен әлпештеп өсіре беріңдер, сосын кетеді. Ал ол сырдың кезінде бұндай трансцендентті сипаты бар бесік жырлардың бәрін жойып жібереді, бірінші жарияламайды. Мысалға біз Әлдидің эпосқа деген кітапты жазған кезде бесік жырларын іздедік па? Мынандай бесік жыр деген кітаптар бар. Ішінде трансцендентті бірде-бір символ жоқ. Яғни бесік жырдың ішіндегі айтылып жатқан оқиғалардың бәрі осы дүниенің ішінде айналып жатады. Жылқы шағып берейін, асық алып берейін, жаңағы кекілің желбіреп үйтіп жүр, әкеңді күтіп алып пәлен пәшін дегендер. Ол бәрі осы дүниенің ішінде отырған нәрсе ол. Ал трансцендентті сипаттар дейтіні бесік жырының ішіндегі болып жатқан оқиғалар бұл дүниенің ішінде болмау керек. Ол ғайыпта тәңірлік әлемде жүріп жату керек. Сонда ана бала туылған кезінде ортада дәліз пайда болады ана жерде. Сосын ана 5 жасар, 6 жасар балдардың құйма құлақ болып, мына жырларды, нелерді қисылады, қиналмай тыңдап отыра береді. Түпсанадан келіп жатыр. 95% оның түпсанасынан бейсаналы түрде басқарып отыр деп оны айтып қылын дәлелдеп тастады мысалға. Сондықтан бұл кезінде бір кеткен бір пробел дейміз ғой, бір сағат етіп бір 10-15 жыл мысалы өтіп кетті. Енді ол жігіттерге бәрібір енді кері қарай қайтуға да тура келеді. Мысалға сондай әйелдер бар, жасы 35-ке, 33-ке келген балдар есейіп қалған. Мен не істеймін? Мен балдарым бесік жырын айтқан жоқпын. Мен Павлодардың қазағымын, Петропавлдың қазағымын, мен Қарағандының қазағымын, мен өмірімде бірінші рет естіп отырмын мұны деп. Оларға айтасың, ешнәрсе алмайды, бәрібір кері қарай айландыра бер деп. Себебі сен бір жырды жаттайсың ғой. Бір бесік жырының символдарын алдың, бірақ сен есейіп кеткенсің. Бірақ ол да адамның көкірегіне қонғаннан кейін, енді туылған кезіндегідей болмауы мүмкін. Бірақ бәрібір ана бос сөз, бос әңгіме, осы дүниенің жаңағыдай жеңілтек сенің өміріңді ұрлайтын элементтер бар емес пе? Соның бәрін ана имманентті дейді оларды, ішіндегі тұрған заттарды трансцендент, яғни ғайыптан келген жаңағы нелер, символдар жеп тастайды оны шайнап. Сондықтан бәріне айтасың, келіңдер, ақыры адам боламын дедіңдер ме, өмірімді өзгертемін дедіңдер ме, онда сен бәрібір
сакральды киелі мифтік образдарды көкірегіңе сіңіруге тиіссің. Бұны Карл Густав Юнг деген бар ғой, атақты, ол да сол психотерапевт, ол Фрейдпен соғысып, осы үшін екеуі кәдімгідей дұшпандасқан адамдар. Енді ең бірінші екеуінің қырылып атқан себебі сол. Фрейд айтады, адамның түп санасы бейсанасындағы травмалардың бәрі 5 жасқа дейін осы дүниенің оқиғаларының барысында қалыптасады дейді. Юнг келеді айтады, мен келіспеймін дейді. Адамның санасы деген сен ойлағандай шектеулі зат емес, айналайын. Сен жаңағыдай келіп туылғаннан бастап 5 жасқа дейін 6 жасқа дейін қалыптасып қояды дейді. Немене біле, ол адамның болмысын сен заттандырып болдың, мынау уже басқарып ары бері ойната беретін затқа айналды ғой. Сондықтан ол коллективті ұжымдық болады. Сондықтан ұжымдық бейсана деген анау ең бірінші сен амеба болып жаратылып бүкіл эволюцияны жүріп өттің ба дейді. Сол кездегі амебадан жаңағы сен бәлем болдың, одан жаңа инфузория туфилки болдың, одан сен тасбақа болдың, балық болдың, қосмекенді болдың, жағаға шықтың, үйтіп ақыр бір талға шығып примат болып, одан қайтып түсіп хомо сапиенске айналғанға дейін қандай сезімдер бойыңнан жүріп өтті. Соның бәрі сенің түп санаңда сақталып, адам атадан бүгінге дейін қандай адамзаттың тізбегі өтті, солардың бәрінің оқиғалары сақталып қалады ана жерде. Мен қазір түп санаға түсетін болсам, ұжымдық болады ол деп ол сөйтіп жүр ана жерде. Көрдің, сонымен екеуі қырылып, енді ол кезде енді Юнгты ол кезде Европада елдің бәрі секуляризммен ауырып, жаңағыдай рационализммен ғылымға табынып жатқан кез, сондықтан Юнгқа онша көңіл бөлінген жоқ. Ал қазір енді адамзаттың бәрі ғылым дамып кетті, смартфон тіреді ғой бәріне енді бұрышқа. Енді баласына пандемияның кезінде смартфон алып берген ата-аналардың бәрі басы бәлеге қалды қазір. Түк істей алмайды, баласына оқыта алмайды, үйрете алмайды, әсер ете алмайды, тәрбиелей алмайды, смартфонын жұтып әкетіп бара жатыр кәдімгідей. Есте сақтау қабілеттерін жұтып алды. Ол бүкіл қабілетін қиратып жібереді. Вообще болмыс ретінде жойып жібереді сені ана жерден. Содан енді Юнгқа деген сұраныс қайтып өсіп кетті. Оны оп-оңай білу, қазір кітап дүкендеріне баршы. Юнгтың кітаптарын сатылдатып, аударып, печаттап шығарып жатыр ана жерден. Ол дүние жүзінде сондай өзі жүріп тұрады осындай нәрселер. Не нәрсе олай опырылып құлайды, соған деген сұраныс өскен кезде өзі ол қайтадан қалпына келеді. Сондықтан Юнгтың айтатын себебі сол. Біздің замандағы мынау рационалист адамдардың бәрі дейді, бұрын соңды медицинада кездеспеген неше түрлі невротикалық, психологиялық ауруларға шалдығып жатыр дейді. Енді сендер ойлайсыңдар ғой, психотерапевттер дайындап шығарып жатырмыз, соның бәрін емдеп жатырмыз деп дейді. Кешіріп қоярсыңдар, біз оларды тек қана уақытша алдаусырап ұстап тұрамыз, және олардың ауруына просто жаңадан ат қойғаннан басқа түк те бітірмейміз деп айтады. Шынымен де солай, сен түк те істей алмайсың оған. Ол себеп етеді, енді сен енді өзің тәңірлік әлемнен келген бір ғайыптан келген бір таңғажайып жаратылыссың. Сенің тегің ана жақта айналайын. Сондықтан ана тәңірлік әлеммен сен бір енді байланысыңды орнатсай, енді рухани бір дін ұстайсың ба, я болмаса бір философия ұстайсың ба, медитация жасайсың, білмеймін, енді өзің таңдай. Енді ата-бабадан келе жатқан бір мықты философиясы қалыптасқан рухани бір жол сүрлеу болса тіптен жас, жоқ болса енді жаса еді деген сияқты бірдеңе айтады. Енді олар ғалымдар мына дінді ұстадым, сол күшті дін деп айта алмайды енді олар. Көрдің, мысалы мен де өзім осы қолап жүрген ілімді ұстап тұру үшін белгілі бір конфессионалды дін ұстанамын. Бірақ мен оны елдің бәріне отырып алып, мен сондай ұстап жүрмін, келіңдер, мен ұстанған дін бәріңе жағады, сендер де соны ұстасаңдар бата қаласыңдар деп айта алмайсың. Академиялық тәртіп саған ондай мүмкіндік саған бермейді. Кімнің дінінің дұрыс, кімнің дінінің бұрыс екенін бір Құдай біледі дейді отыра береді. Қазіргі заманда солай ғой, өйткені сапырылысып жатыр ғой мәдениеттер қақтығысы деген. Сондықтан оны Юнг та солай тоқтайды. Содан айтады, енді ата-бабаларыңыздан қалған бір күшті аңыз, қисса, әңгімелер бар ма? Соны қай жаста тұрсын, сол жастан бастап оқудан басқа сендерге мүмкіндік жоқ бәрі дейді. Қайтасың соған дейді. Жаңағы ұжымдық бейсанаға біресе айдаһар болып ұшып жүретін, жаңағы жеті басты айдаһар чау болатын, болмаса кеңгірқұлатты кендебай ұқсап, жеті көлді басып өтіп, сол басқа жаратылыстар болмаса, ер төстігін ұқсап, жердің астына түсіп, әркіммен соғысып шайқасып жүресің солармен. Солай қалыптасады негізінде бұл. Болды. 51-52 жасқа келген Астанадан бір кісі маған телефон соғады. Көмектесіп жіберші дейді. Не болды десем, мен Атыраудан келгем дейді, Астанаға дейді. Өте жақсы оқыған, бұлар Атырау Ресейге жақын ғой. Сондықтан бұлар Ресейде білім алады да, өте мықты маман болып қалыптаса береді. Бірақ карьераны Астанада жасаған. Енді өзінің саласы бойынша өте жақсы ақша тапқан, үй жайы бәрі бар. Сол айтады, енді қазір 52 ме, 53 ме келдім. Мен дейді, қазір дейді, осынша мен ақша тауып, енді ағайын туысқанның бәріне қарасып бүйтіп отырмын ғой енді дейді. Бірақ дейді, мен енді ары қарай жұмысыма бара берейінсем, мен өмірден жалып, не үшін екенін мен таппай кеттім дейді енді. Соны қазір осы қазір мен жұмыстан шығарып жіберетін болсам, ақшаның бәріне кесіп дейді. Маған бәрі деп жата беретін жағдайда тұрмын дейді. Бірақ ол катастрофа ғой дейді оны. Біліп тұр, ақыл айырып тұр мысалға. Ақша тоқтайтын болса, семья тентіреп жайына кетеді.
ал ар ұяты тоқта деп айтады оған. Екеуінің ортасында невроз деген сол ғой, жаңағыдай биологиялық денең басқа нәрсені бұйырып тұр, нологиялық қабатын басқа нәрсені тап деп тұр анаған. Енді сол жерде мына Юнгтың айтатыны бар осындай кезде, мына дейді, сосын Скотт Пек деген бар, сол айтады. Осындай адамдармен жолыққан кезінде дейді, ең қиын пациенттер мына мүлдем Құдай темасын ұғымын жапқан адамдар дейді. Атеисттер ғой енді. Бұлармен дейді, сен бетпе-бет келген кезде біріншіден өте оқымысты болады дейді. Рационалды, әбден логикасын шыңдап өткір жаңағыдай қанжардай қылып қояды дейді. Бірақ енді ғайып туралы сөйлесейін десең, анау аттап баспайды дейді. Енді сондай кезде дейді, ана Юнг айтады, мен дейді, ана адамның жанын іліп түсу үшін дейді, күршек лақтырамын мен оған дейді. Сол кезде әйтеуір бір киелі бір сезімге сенетін болса, мен соны іліп аламын да ақыры алып шығамын мен оның жанын қараңғыдан дейді. Сонымен есіме түсіп кетті. Сосын ана кісіге тұрып, қайырлысыз, пәлен жылғы кішкентай балалық шағыңыз туралы айтыңыз, не үйрендіңіз, не қойдыңыз сен? Жаңағыдай бір тақпақ жыр, мәдени бір өнім деп сұраймын ғой жаңа. Мен енді ысырдың кезде не айтамыз ол кезде? Пионер болдық деп, пионерге қабылдаған кезде ұрандарын жаңағы біз пионер, біз ертеңгі бірдеңенің ұлыстың орындаймыз оқы деген өсиетін Ильичтің бәрін жатқа соғып отыр енді осының бәрін. Сосын айттым, міне көрдіңіз ба дедім. Сіздің болмысыңыздың негізде сізге кішкентай кезіңізде жаңағыдай ғайып әлеммен, тәңірлік әлеммен сіздің араңыздағы дұрыс рухани қарым-қатынастың балансы ұстап отыратын нәрселерді салмайды. Оның орнатты Ленин бәрін салып қаршы қатырып тастады. Енді сен Ленин атам заманда өліп бітті шаруасын осы сіресіп мавзолейде не ар емес, не бер емес жатыр енді анада спирттің ішінде. Енді ол сенің өміріңе шабыт беріп, өміріңнің мәнін аша алмайды. Мысалы, қарашы, ана идеология деген бәленің оңбағанын коммунистердің істеп тастаған. Сонымен тұрды да айттым, енді былай дінге қалайсыз десем, қарағым, ол қайдағы дін, мен өзім ресейде оқыған қазақпын, вообще сенбеймін ондай нәрсеге дейді. Сосын енді әйтеуір бір осы бір ғайыпқа, бір киеге, бір тылсымға сенетін бір неңіз бар ма сен? Мен дейді, кішкентай кезімде ауылда өстім ғой дейді, кеткенге дейін дейді. Сонда 4-5 класста жүрген кезде менің дейді, ата әжелерім нияз байлайды дейді. Мен сол ниязды маған сол сіңіп қалған дейді. Ол не еді? Мен де білмеймін ғой, не екенін кейін сұрадым. Сосын, бірақ білетін адам сол тыңдап отыра бердім, нияз ба деп қойып, енді оны ұят қой өзім сұрап. Білмеймін деген ше ма? Мен нияз байлаймын дейді да. Керемет қой. Қайтып сосын байлайсыз десем. Сол баяғыда біз кішкентай кезімізде ата әжелеріміз бір жаққа шыққан кезде нияз байлайды да, ондай есіктің төбесіне байлап іліп кетеді, соны қайтып келгесін соны таратады дейді да. Оның ішінде не бар екенін мен білмеймін. Сосын мен қазір Астанада енді үлкен үйде тұрамын, жаңағыдай күшті квартирам бар дейді. Бірақ командировка кетсем болды, мен соны не екенін білмеймін дейді да, мен оның бір сеніп тұрғанмын шамалы оған дейді. Бірақ андай автоматты түрде алып да нияз бойлап үйдің төбесіне іліп кетемін мен ана дейді да. Сосын жаңағы сапарым оң болсын әйтеуір отбасыма аман есен оралайын деп күбірлеп кетемін дейді. Демек бір сенімі бар болып тұр ғой. Сенім бар. Бір күрчек табылды ғой ана жерден. Сол жақсы деп сол бір ниязбен ілдік әңгіме. Сол жайлап кері қарап айланып ана тарылып кеткен дәліздерді кеңітіп жаңағы оған жаңағы сырдың кезіндегі пионерлік комсомол кезіндегі сіңірілген жаңағы киім-киімнің бәрін талқандап мен оның орнына жаңа нәрселер бердім. Соны айтады, мынау ауыр ғой маған жаттау, мен жасым уже 50-ден асып кетті дейді ғой. Сіздің балаларың бар ма, сен бар қанша жатсың? 4-5 балам бар дейді. Кеш үйленген екен өзі. Ең кішкентайларым әлі 11-12-де дейді. Сосын айтып, онда дедім, мен саған шығып кетедім, бірақ жол қалды. Қандай дедім, өзіңнен кеткен қателікті балаңа жіберме. Енді алда ана балдармен ана кітапты ал. Қандай кітап дейді? Пәлен. Болды, мен баймын қазір, кезген жерін сатып ал, маған түк емес деп қояды. Соны аласың да дедім кітаптарды. Күніге отырасың да бір неден тақпақтарда жайлап жырдан жыртып кете бер. Соны ана ары қарап сен оп-оңай шығып кетесің. Соны мысалға оған бұл әсер етті кәдімгі. Кейін мен сұрадым, бірақ қасында бір атыраудың баласы бар еді, нияз байлау деген бар ма алма деп, бізді бәрі байлайды ғой дейді. Десем, сапарға шығатын кезінде осыдан аман есен барып келсем, мына садақаны жаңағы жетім-жесірге таратамын. Ниет еттім, Алла ризалығы үшін сапарым оң болсын дейді екен де, андай кейбіреулер моланың басына іледі екен, кейбіреулер андай есіктің төбесіне іледі екен. Ақшаны байлап қоямыз. Ақшаны байлап қойып. Енді атаған ғой садақа дегені. Оны білмейді ғой садақа дегенді. Соны қайтып аман есен келгеннен кейін жаңағы дұғам қабыл болды. Мына сол аман есен барып келсем жаңағы құрбандық шалам, садақа беремін деген ниетім еді дейді екен, ішіндегі ақшаны таратып жібереді екен. Оны сөйтсем мына Атыраудың балдары, Қызылорданың балдары айтады, бізде ауылда молаға көбі ниязды молаға байлап кетіп мектептен кеткен кезде нияз шешеміз деп барып ішіндегі ақшасын бәрін сыпырып алып тәтті жейді екен. Көрдің? Сонда бір
өте ұсақ элемент қана өліп бара жатқан салт қой енді ана мысалға енді ел жұрт оны істемейді. Сонда ана баланың көкірегінде ол дін деген ұғым өшіп тынған, бірақ бір ғана элемент қалып кетті ана салттан. Нияз байлау деген. Оны 53-54 жасында мысалы Курчук қайтып алып шықты. Көрдіңіз, сондықтан енді жаңағы ол мамандығын ауыстыра ма, ауыстырмай ма, ол жаңағы одан менің шаруам жоқ. Енді бірақ енді жалпы мен енді мына өмірді қайтадан орнына қалпына келтіремін деген адам жалпы объективті мәнге, жалпы Тәңірі тағала адамзатты жаратқан кезіндегі оларға миссия тапсырған бір нәрсеге мен өзімнің субъективті осы мамандығым тарапынан соған бір үлес қосып тұруым керекпін деген бір нәрсе тұру керек. Мысалға, қазір осы ғылымды оқып жатқан мен сөйлеп жатырмын мән жайында. Сіз интервью алып отырсыз, сұхбаттасып жастардың өкілі болып, жас жігіт отыр, оператор отыр, жарықты қойып жатыр, ана редакторлар отыр, бәрі жиналып бір ғана мәнге жұмыс істеп отыр. Ертең мына хабарда көретін адамдардың жүрегіне бір жарық сәуле салу болды, бітті. Ана қоғамды жайлап бара жатқан надандықты құрту. Негізі надандық адамның негізгі несі қоғамды үнемі мына объективті әлемді үнемі надандық басып кете беретін өзінің табиғи жолсына, бұл әлемде жалған, бұлғанша адамдар деп айтатын содан шыққан ғой өзі. Енді адамның миссиясы не деген кезде тәңірлік әлемде тұрған Құдайдың нұрын, жарығынан үлес алады, рухтың көмегімен. Сосын экзист дейді, сыртқа шығару, экзистенция деген содан шыққан. Сол алған жарығын мейірім махаббатпен мына қараңғы неге шашып жіберу. Сол кезде мына адамдардың қараңғыланып тұманданып батқан санасына мына сәулелі әңгіме түсетін болса, жарқ ете қалады да, олар өздерінің өмірлеріне дереу ревизия жасайды дағаннан қайтадан қалпына келтіріп алады. Енді бұны қалай түсіндіреді? Бұл енді философиямен айтып жатырмын мен. Енді бұны тыңдаған кезде бұқара халықтың бәрі логотерапияны, экзистенциализмді болмаса философияның терминдерін түсініп отырмайды, оны шатысып кетеді. Сосын тұрады айтады, Тәңір тағала адамды жаратқан кезінде жаңағы бүкіл тау-тастың бәрін жинап алды дағы, бүкіл тіршілік иесін мен бір аманат тапсырамын, бір затты беремін, бір қимас затымды. Бірақ мына дүние сахнасы бітіп тіршілік тоқтағаннан кейін мен қияметте есеп-қисабын аламын да берген аманатымды сұраймын. Соны аман есен бір жерін сындырмай, бүлдірмей, қиратпай маған қайтып әкеліп берулерің керек. Соған мен дейді жаңағындай беретін марапатым бар дейді. Дидарымды көрсетемін дейді ғой енді, діннің тілінде айтқанда. Соны тау-тас бәрі қарап тұрды да, тыныштық керек деп айтты дейді. Мына аманатын ұрлатып алып, жоғалтып алып, ертең жаңағы басымыз бәлеге қалатын жағдай жоқ мәңгілікке. Одан да тыныш қана көрпемізге қарай көсілейік деп жайлап шегініп кетті дейді ана жерден. Соны ана адам дейді Құдайды сондай жақсы көреді, ғашық еді дейді, бірақ өзі әлі ілім білім жоқ, надан еді дейді өзі. Бірақ дейді ана махаббаттың несімен мас болып тұрды да, мен алайыншы осыны деп айтты дейді. Аласың ба деп айтты дейді. Я аламын деп айтты дейді. Онда болды, мен аузымнан сөз шықты. Мен ағаштың иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені, өлгені деген. Мына айтылған сөз, атылған оқ қайта айналып адырнаға салынбас деген сөзіне жауап беремін, аламын деп айтты дейді. Сонда деп айтты дейді, ал дайындал, онда қазір мен сенің көкірегіңе қондырайын аманат деп. Сосын айтты дейді, ол не ол аманат сонда деп айтты. Білмейді сонда адам өзі не алайын деп тұрған дейді. Сонда Құдай өзінің құдірет қолына мейірім махаббатты салды тағына. Көкірегіңді ашамын да, қазір жүрегіңнің түпкіріне мына мейірім махаббатты қоямын. Мына аманат жүрегіңде тұрған кезінде 24 сағат көкірегің ысып тұратын болсын мейірім махаббатпен. Ол аманат кеудеңде тұрған кезде айналадағы жанды жансыз заттың бәріне іш бауырың елжіреп, сондай жақсы көріп тұруың керексің. Бірақ мына ұрланып жүрегің қатаятын болса, сенен өткен оңбаған, сенен өткен зұлым, сенен өткен қиянатшыл бәле болмайды. Түсіндің бе деп айтты. Сосын жақсы, мен енді бұны ұрлатпауға, бұны көкірегімнен шығарып алмауға тырысамын енді. Бірақ қиын ғой енді бұны аманатты беріспеймін деп, енді қанша дұшпан бар, таласам, тартсам, сол кезде маған бір көмек қолдау бола ма деп айтты. Сосын жаңағы Құранның ішінде келетін аят сол жерде түседі, сен мені еске алсаң, мен де сені еске аламын деп. Сол қиналған. Енді бұны жаңағы бізде зікір деп айтады ғой енді. Мен зікір қылсам, мен де сені зікір қыламын деп әңгіме содан шыққан негізінде жаңағы. Сосын жақсы, онда мен аманат майданына кіремін, шайқас басталған кезінде қиналып бара жатсам, мен сені еске аламын, сен маған қолдау көрсет, Құдайдан көмектесін дейді ғой. Соны Құдай тұрып айтты дейді, сен өте батырлық таныттың, мен ырза болдым саған. Мына қорықпай осы аманатты арқалағаның үшін мен саған бір 3 көмек берейін деп айтты дейді. 3 нәрсеге сақ бол, аманат туралған кезде жүректен білінбей шығып кетудің. Соның біріншісі деп айтты дейді, әуретті жерлеріңді ашық-шашық көрсету шума деп айтты дейді. Екіншісі, мен арам деген ас ауқатты аузыңа алу шума. Үшінші, бос сөз бос әңгімеден тыйыласың деп айтты дейді. Сондықтан мына тіл деген өте қауіпті құрал. Бұл қауіпті болғандықтан да бос сөзге ұрынып, жүректегі махаббатты оп-оңай ұрлататын
сондай әлсіз болғандықтан да мен бұны үш қамалдың ішіне жасырдым. 2 ерін, 2 жақ, 32 тіс. Осы үш қамалды бұзып өтіп, мына тіл бос сөз сөйлейтін болса, сонымен сенің саудаң бітеді деп айтты дейді. Содан жақсы мақұл деп кетті дейді. Сондықтан мына логотерапияда да болсын, жалпы мына рухани ілімде де болсын, жалпы діннің түпкі адамға үйреткісі келген нәрсесі де осы. Бос сөз, бос әңгімеден тыйыласың да, тілің сөйлеген кезде тек қана адамдардың санасына жарық шашатын, сол жаңа мейірім махаббаттың ұрығын шашатын нәрселерді ғана сөйлесін. Мына жылы жүрекпен сөйле деп айтатын себебі сол. Сондықтан көп мына данышпан қария қарттардың өлім сәті тақаған кезінде ата енді 90 жыл өмір сүрдіңіз, енді өмірдің байлауы не болды, енді мына өмірді дұрыс сүрудің жолы қайсы деген кезде бәрі өліп баратып, мейірім махаббатпен ғана өмір сүріңдер, өмірдің байлауы сол деп айтатын себебі сол. Сондықтан да мейірім махаббатты экзистенциализмде де, дінде де, логотерапияда да басты қару қылып қоятын себебі сол. Себебі адамдар бүйтіп ойлайды ғой, дүниені қалай танимыз десе, оны біз ғылыммен, біліммен танимыз дейді ғой. Сөйтіп ғылыммен, біліммен таныған кезде ол тіреледі бәрібір. Себебі бұған Карл Ясперс сияқты барлық философтар айтады, сен дейді, мына дүние деген дейді, мына вселенная, мына галактика, вообще мына әлем, ол сондай құпия, ол сондай сиқыр ол бір тұрған дейді. Сенің ана бір физика, математикаң тірлік бітпейді дейді. Сондықтан мына әлемдегі не дегеніңіз оның анықтамасы мынау деп, жаңағыдай бір соның қожайыны сияқты сөйлегенді қойыңдаршы, айналайын дейді. Сен тани алмайсың бұны дейді, ол бітпейді бұның құпиясы, перделерді тарта берген, бүгін былай деп тұрған нәрсеңді 50 жылдан кейін ғылымың келеді. Ол олай емес екен, тағы бір жұлдыз ашылды, ол негізі былай екен. Мынандай екен, мынаның қуаты дейді, 50 жылдан кейін жаңа физика келеді, олай емес, ол былай екен, тағы өзгертіп қойды. Ол ойнап тұрған зат ана дейді. Ал дүниенің шындығын тануға махаббат та, мейірім махаббат та қатыса береді деп айтатын себебі сол. Сен неғұрлым бір нәрсені жақсы көріп, сүйіп, соған жаның ашқан кезде, сол сен сүйіп жаның ашып назарға алған объектінің табиғатын танып, сонымен бірлесіп кеткің келіп тұратын нәрсесі бар. Сондықтан бірінші орынға сол шығады. Сондықтан жаңағы бұл әңгіме сіздің әңгімеңізден шықты. Жаңағы 60-ында үйтті, 50-інде бүйтті деген мейлі ол мамандығын ауыстыра ма, ауыстырмай ма, ол өзінің күш қайратына байланысты нәрсе бар. Бірақ сол енді маневр жасаймын, реформа жасаймын өміріме, мен мынаны басқаша құрам деген адамдар жаңағыдай қателікке ұрынбау керек. Еркектерге қатысты айтып жатырмын. Жаңағы 4-5 баламды тастап, жаңағы пошымы әбден бала туам деп өзгерген, бетін әжім басқан, сұлулығы шөккен әйелімнен тезірек ат құйрығын кесіп, беті жылтырап тұрған әдемі қыз алсам, махаббат деген сол екен деп ана крючокқа түсіп қалмау керек те ол. Ол жанды жаратылыс айналадағы адамдардың бәріне мейірім махаббатын шашып, бәрімен сыйластықта өмір сүретін бір нәрсеге өтуім керек деп қабылдаса егер ол өмірдің мәні сарт етіп сол кезде көрінбей тұрған заттардың бәрі көрінеді да, ол өзінің өмір бақи жиған терген тәжірибесіменен оқыған білімін сол жолда пайдалана береді. Ал оның дипломы далаға кетті деген әңгіме емес. Бірақ қалай күшті қайға жұмсау керек деген мәселе анық болады. Осы жерде бір нәрсе айта салайыншы аға. Жаңағы мән туралы айтып жатырмыз ғой, ғайыппен байланысу керек деген. Бірақ не дегенмен жас адам қазір осы дүниелік пайданы көбірек басымдықпен ойлап тұрады ғой. Сонда өз қатарымнан өзім көрген білгенімнен сөйлейтін болсам, қазір бізде жастар былай ойлайды да, мысалы бір жол айрықта тұрмыз деп ойлайды да, мәнді өмір мына жақта, бай, молшылық өмір мына жақта деп ойлайды да. Жақсы, мен түсіндім бұл әңгімені. Мен осы кезде сіз осыдан 4 жыл алдын айтқаныңыз есімде де, мәнді іс пен мәнді өмірге ұмтылсаң, ақша өзіңе айналып келеді деген. Енді оны арықсыз эффект деген сөз ғой, ол мынадан шыққан әңгіме. Жақсы, мен түсіндім, бұны философиясын тарқатайық. Адамдар келді дағына айтты, біз мына ғылым білімді игеріп, сондай менімен бұл салада таласа алмайтын сондай бір профессионал маманға айналамдағына, осы өмір жолында кездесетін қандай табыс бар, жетістік бар, соның бәрін мен қалпақпен ұрып аламдағына, ақшада атақта бәрі менде болады деді, қойып кетті. Біреулер сол жолда сәттілікке жетті, біреулер жетпеді. Шынымен де жаңағыдай атақ абыройдың бәрін жинап алғандар бар, бірақ өмірдің соңына қарай келеді дағына, ана шайқатыла бастайды. Былай айтқанда қарттық пен өліммен бетпе-бет келген кезде, Юнгтың айтатыны, оны профессионал деңгейде өмір сүру деген арнайы термин бар, professional life дейді. Яғни бұл не деген кезде, болды енді сен жаңағы ғылымыңа сүйеніп, құбылыстарды түсіндіргенді қоя тұр айналайын, сен мына 3 құбылысқа жауап берші дейді. Не үшін мен қартайып жатырмын? Не үшін мен өлемін? Өлгеннен кейін мені не күтіп тұр?
деген сұраққа сен жауап берші айналайын дейді. Егер осы сұраққа сен бір әжептәуір деңгейде бір әу дейтін әңгіме шығара алсаң, онда да сіз профессионал деңгейде өмір сүруге өттіңіз дейді. Онда сіз любительсіз, просто әуес қойсыз дейді. Енді бұл темаға қалай түсіп кетті адамдар? Бұрын модерн дәуірі деген болады да. Модерн дәуірі деген ғылым білімнен шығып, мектептердің, институттардың салынып, адамдардың бәрінің диплом алып, жаңағы маман иесі болатын кезеңі сол модерн дәуір дейді. Ал оған дейін адамдар университетте оқымайды, крестьяндар жаңағыдай жұмысын істеп жүре береді. Ана жаңағы жоғарыда отырған ақсүйектер мен клерктерді асырап, монарх оларға салық салып отыра береді, болып бітті. Кейін келеді француз революциясы болады, бұның бәрін талқандап, все болды, қойыңдар, енді республика боламыз. Ал республика деген барлық адамның теңдей білім алуға және талантты адамның мемлекетті басқаруға, араласуға, қатысуға хақысы бар. Ал дін біздің ішкі тірлігімізге араласпай жайын отырсын деп оны ығыстырып шығарып жібермей ме? Енді осы кезден бастап өзгеріс басталады. Яғни оған дейінгі адамдар өлетін болса, бір шіркеуге келсе, я мешітке келсе, мұсылман болса, я яхуди болса, синагогасына барады да, мені Құдаймен ара қатынасын реттеп бере аласыңдар ма деп айтатын болған. Маған иман салып бер, мысалға ол күні кешеге дейін келді, мысалы Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау сияқты жерлерде бұл жиі кездеседі осындай оқиғалар. Көз тірісінде ауыз дуал бір молдаға барады да, молдаға ертең менен бұрын сіз кетіп қалып жатсаңыз, менің жағдайым қиын болып қалуы мүмкін, маған осы бастан иман салып қойсаңызшы дейді. Ясинді дені сау тірі кезінде Ясинді оқытып ла иляха иллаллах Мұхаммед расул деп кәлима айтқызып қояды да жүре береді. Сосын кейін өлетін кезде пәленше маған иман салып кеткен деп соның күшімен қуатымен жаңа соңғы сөзінде кәлимасын айтып, абыройлы ақ өліммен кетіп жатады. Қара, мына адам деген қандай, мына модерн дәуірінің адам менен ескінің адамның ажырап тұрған жері. Қазіргі адам өлетін болса, саған қазір рак деген диагноз қойып дейтін болса, ол метастаздан қорқаттағаны қиналмай өліп қалудың жолдарын іздей бастайды. Көрме? Оны эвтаназия деген бәле содан шыққан. Оған өзі әлем бойынша өзі Австралия 2000 жылы рұқсат беріп кейін атымен ашса, Швейцария, сосын Американың 5 ақпай штатында, сосын Нидерландияның 3 ақпай 4 ақпай неде бар өз мемлекетте. Сол эвтаназия туристі деген термин бар. Яғни ракпен ауырған адамдар үйінен шығады да Швейцарияға қарай таяды да барып сол жерде жатып өліп қалады. Енді неге бұлай болып жатыр әңгіме? Себебі бұрын адам, жаңа ескінің адам, біздің ата әжелерің, олар өлетін кезінде болды, енді мен өлгеннен кейін халім дұрыс болу керек, мен өлімді дұрыс абыроймен қарсылап алуым керек, осы маған иман салып қойсын дейді да, молдаға барады айтады. Мен қарым-қатынасымды реттеп берсейші Құдай, мен енді маған қарағанда енді әйтеуір таза адамсың ғой деген сияқты. Бұрын шіркеу басқалар жақсы біз істейміз деген, енді арасында олар жақсы істеді, кейбір индульгенция сияқты олардың өзі масқара болды деген сияқты нәрселер бар. Бірақ мейлі қалай болса олай болсын, бірақ адам соған сеніп тұр. Енді кейіннен 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап бұл дінді таптап бітті ғой енді Европада, шіркеу институты құлады. Сонымен Дарвин келді, айтты, айналайындар, мына адамды 6 күнде жаратты деген әңгімені қойыңдаршы, сүйектің бәрін қазып әкелдік, эволюцияның барысында шығыппыз ғой біз, қойсаңдаршы, ғылымға қарсы келмейсіңдерші деп. Ол айтып жатыр мысалы, мынаның басқа бір философиясын жасап шығарыңдар енді адамның жаратылуының деп. Зигмунд Фрейд келді, ол вообще тұрмастай соққы берді. Құдай адам жаратқан деген ертегіні қойыңдар. Адам өзінің бейсанасында қиялымен Құдай жаратып алған. Құдай жоқ, негізі бәрі мидың ішінде отқан процесс. Біз биология мәселесінде дүниеге келеміз да, сосын тірі организм ретінде өлеміз да, тыңайтқышқа айналып кетеміз. Мына өмірді ақылды, рационал түрде, рахатпен, дұрыстап, бақытты өмір сүрейік. Болды, қояйық ана теманы. Ана дүниеде бақытты боламыз деген теманы жабайықшы деп ол бітірді соның шаруасын. Енді 20-шы ғасырға өтті адамдар. Енді бұрынғыдай келіп шіркеуге я болмаса бір тақуаға келіп мен Құдаймен қарым-қатынасымды реттеп берші, менің жағдайым не болады деп отырмайды енді олар. Тәңір ұғымы кетті. Оны Ницше Құдай өлді деп оны жағы өзінің бір шығармасында бір жындының аузына, бір кейіпкердің аузына салды оны ана жерден. Сол Құдай өліп қалды, енді Құдай жоқ. Енді не істейміз? Қайтып өмір сүреміз, енді Құдай жоқ. Соның орнына енді біз бақытты өмір сүреміз деген позитивті психология деген содан шыққан. Сен бұл өмірге қорлық тарту үшін, қасірет шегу үшін келген жоқсың, сен бақытты өмір сүру үшін. Бақытты өмір сүру үшін қайтеміз? Оның көрсеткіш коэффициентіне сені стресске салатын, сенің көңіл күйіңді бұзатын нәрселердің бәрін максимально азайтамыз. Сенің шаттыққа бөлейтін, сені рахат алуыңды, мүмкіндігіңді молайтатын жағдайдың бәрін жасаймыз. Экономиканы көтереміз. Ал экономика көтерілсе ақша айналады. Сол мол ақшадан сен үлес алуың керек. Үлес алу үшін сен маман болуың керек. Ол үшін сен жақсы спецшколда оқу керексің дейді. Сақ етіспен салып көп жерден жерге. Сондықтан ол енді екіге жарылады. Сосын енді тұрады логотерапия мамандар келеді, ақтарып қарап отырады, айтады, так, енді екі коэффициент шығады. Біреу мағыналы өмір, біреу бақытты өмір деген. Бақытты өмірдің коэффициент ретінде нені көрсететін десе, жылы үй, жайлы, әйел, жалақы, стабильность деген бірдеңелерді айтады. Мағыналы өмірге келіп коэффициент не деп қойсаң,
мен босқа өмір сүріп жатқан жоқпын. Мен үйімде осындай бір жаңағыдай маған 4 бала туып беріп, кейіннен ауруға ұшырап, омыртқасынан жарашып, коляскаға отырып қойған менің әйелім бар. Мен әйелімді жақсы көремін, балаларымның анасы. Мен бұны өлсе де тастап кетпеймін. Мен бүкіл өмірімді осы әйелімді бағып қағып күтіп, бұған деген махаббатымды өлгенше мен дәлелдеймін қазір дейді деп отырып алады біреу. Сөйтіп оның жағдайы стресс. Күні келген сен әйелің сенің жағдайын жасау керек, сен бүкіл бала шағаңмен қосып оның жағдайын жасап жатсың. Өте ауыр стресс қой мысалға. Бірақ ода бақыттың коэффициенті жоқ қой жерде. Ол жерде мәннің мағынасы коэффициенті көтеріледі. Ол адам өзін бақыт сезініп отыра береді. Құдай маған қайта осындай шанс берген деді. Алысқа бармай ақ, Қазақстандағы үлгісін ала салады. Торғын Қалелова деген жазушы қыз бар. Ауруға ұшырап, коляскаға отырып қалып, ол өзінің ажалын біледі, және оны ол қорықпай жекпе-жекке келсең кел деп қарсылап отырған адам. Ал оны күтімі деген өте қиын. Мысалға соны Алматы тұратын Әйгерім деген бойжеткен қаланың қызы бар. Сол бартағына мен өмірімнің мәні мынандай керемет кісіні күтімін жасап, осының жағдайын жасап, осыны әртүрлі қоғамдық іс-шараларға алып барып, осы суретке түсіріп, тасып жүру маған мысалға ләззат сыйлайды, рухани дейді да, соны өзінің мойнына міндет қылып алып алды. Ол жерде ол стресстен басқа түк те жоқ. Сол торғынның қасында бір күн болған бір келіншек маған өзінің бір күнде қандай стресс алғанын айтып берді. Ойбай, анау деген өте енді үлкен адамды бағып қағып бір күн күтімін жасау деген білесің бе қандай екен. Соны анау айтады, ана қыз қалай ананы шыдап төзіп отыр дейді. Соны екі коэффициент шағып қойып жүрген кезінде бақыттың коэффициенті ақша жаңағыдай табыспен есептеген кезде Скандинавия мысалы өте жоғары. Мысалы Финляндия бәрі сол жаққа кетуге тырысады ғой, Дания, Норвегия. Сосын Жапонияда жаңағы ішкі өнімнің табысы $34,000 ма сондай дейді. Бұны жаңағы Исфахани Смит деген американ ғалым жазып жатыр енді. Соны айтады, енді дейді бүйтіп қарап тұрып, ана қарап қалсаң дейді, жаңағы бақыттың коэффициенті өте жоғары көрсетіп тұрған жерде суицид, өзіне қол салу рейтингісі өте жоғары болған жерден. Ал енді керісінше жаңағыдай өңшең жаңағы аты шабысып бытшып отқан жерде Африканың Серра-Леонесіне барып қарап қалсаң дейді, не асфальт жоқ, не ауыз су жоқ ана жерде, не больница жоқ ана жерде. А бірақ адамдардан барып жеке-жеке анкета алсаң да сауалнама алып келіп жіберетін болсаң, өміріме ешқандай да шағымданбаймын. Құдайға шүкір, Құдайдың бір рет берген өмірін армансыз сүріп жатырмыз деп сатылдатып ұрып отырған жерден. Соны тұрады айтады, міне көрдіңдер ма дейді, мәннің көрсеткіші деген. Сондықтан бізді тыңдап отырған жастар жігіттердің бәрін таңдау керек. Сен бақытты өмір сүресің, жолға түсесің бе? Жоқ әлде мәнді мағыналы өмір сүресің, жолға түсесің бе? Ал егер сен мағыналы өмірді таңдайтын болса, онда жаңағы атақта, абыройда, ақшада сен өзі деп табады. Ал анаған кіретін болсаң, біріншіден сен банкрот болып қалуың деймін де. Себебі осылай бақытты өмір сүремін, мен ақшамен бәрін қатырамын деп жігіттер банкрот болып, стресс болып, өзіне қол салып, бәленбай миллион қарыз болып, өзін өлтіріп тастағандарды да білемін. Және сол жолда банкрот болып, бір-бірімен соттасып, бизнес партнерлар, бұрын мынандай дос болған жігіттер, бір-бірінің үстіне ар жазып, бір-бірін 10 жылдан 15 жылдан соттатып жіберді мысалға. Олардың бақытқа жеткені түгі де жоқ. Ал есесіне мәнді мағыналы жағға қарай кетем деген адамдар байып, шылқып, коттеджде тұрып жатқан жоқ, ел қатарлы бір үйде тұрады, есесіне бала-шағаларының ақылдесіп бүтін, және елдің арасында олар абыройлы кетіп бара жатыр. Мысалға, мен де өкіртіп ақша таппаймын. Осы ағарту саласына өмірімізді арнайық жойылған құндылықтарды бәрі тарқатайық деп отырмыз ғой енді. Бұл жерге ағыл-тегіл ақша жоқ, бірақ әйтеуір сенің күнделікті елмен араласып құраласатын шығының өзі кетіп тұратын сонда бір процесс іске қосылады. Оны енді дінде жақсы түсіреді. Дейді. Сен мына жолға түстің ба, уайымдамай кете бер. Ішіп жемің тартқан кезде өзі күтпеген тараптан өзін лақ еткізіп, сен оған басыңды қатырма деген. Бірақ енді ол сеніммен келетін нәрсе, біреу сенеді, біреу сенбейді деген сияқты. Сондықтан бұл сондай. Енді студияда отырып алып, біз мынандай міндет алмауымыз керек. Давай онда бақытты өмір сүремін деп, бір бәлеге ұрынайын деп тұрған жастардың бәрін жаппай мобилизация жасайық, мағыналы сүрлеуге қарай дей алмайсың. Ол өздері таңдап сұрыпталып шығады. Бірақ one on God's side дейді. Мынандай ағылшынша жақсы айтқан. One on God's side is a majority дейді. Орысша один человек вместе с Богом составляет большинство дейді. Сенің жаңағы не істейміз мыналарды деп отырған жастарының ішінен 1000 адамның ішінен біреу суырып шығатын болса, сол 999 адамның өміріне мәнді артып жібереді замандастарына. Сондықтан сен 999 адамның өміріне мәнді артуға қабілеттісің қазір. Бірақ сен солардың көңіліне қараймын, мен солардың қойған ережелерін қабылдаймын деп сол тобырға жұтылатын болса,
сенің индивидтік қабілетіңнің бәрі аумен Аллаху акбар болады. Сондықтан әлеумет сені үнемі жекпе-жекке шақырады. Не бізді жетектейсің локомотив болып, не біз сені жұтып қоямыз қазір, шайдан тастаймыз дейді. Ал оған сенің жүрегің шыдай ма, шыдамай ма? Батырлық деген сол қайратты жерге, қатты жерге қақ тұрады, қайратты жерге бақ тұрады деген қайратты болса, басыңа бақ қонады. Сондықтан осындай нәрселерді, нәзік нәрселерді дәл айыру керек. Сондықтан Скотт Пектің де The Road Less Traveled деп кітабының атын қойған себебін де сөйтіп түсіндіреді. Өз кітабында жазады, Denial of the Soul деген, өлімді терістеу деген, эвтаназия шетіндерге қатысты жазған кітабында. Не үшін мен кітабымның атын өстіп қойдым дейді. Себебі дейді, елдің бәрі бақытты өмір сүреміз деп қақпанға түседі тағына. Мәнді мағыналы, Құдаймен қарым-қатынасың дұрыс болсын дейтін тарапқа санаулы адам түседі. Сондықтан Less Traveled деп отқан санаулы адам жүріп өткен сүрлеу деген кітап қой анау. Сондықтан ол өмірдің бір заңы да, бір қызық. Енді әлбетте біз енді көбірек сол сүрлеуге көбірек адам түссе жақсы болар еді деп армандай береміз, бірақ енді ол Санжар армандады екен деп мына желігіп жүрген жастардың бәрі жаңағыдай кеттік. Мынандай стресс көп, бірақ мәні жоғары өмір сүруге өтейік деп өтпейді. Олар жаңағы қыз қайда, қызық қайда, той қайда, томалақ қайда, сосын бір жаңағыдай бір күлекеш қыздар 2 рет отырысқа шақырса, соны бітеді шаруасы. Енді мен жаңа осы түсірілім басталмастан айтқан болатынмын, Санжар ағамен 2017 жазында кездесіп, осы логотерапияның 2 күндік семинарына қатысып, көп нәрсені осы кісінің өз аузынан естігенбіз. Сонда Мартин Иден синдромы туралы да айтып еді ағамыз. Содан кейін енді Мартин Иденді оқыдым, кімнің Бальзактың Шагрен былғарысын оқыдым, және тағы бір шығарма бар еді. Великий Гэтсби бар. Сонда бүкіл кейіпкерлерде енді ол жерде қыз ақылы түсіндіреді ғой. Бір қызға ұнаймын, соның көңілін қайтып өзіме қаратамын, баяғы күндерді қайтарып әкелемін деп, сол қызды мәннің төбесіне, мәннің төресі қылып шығарып қояды. Сол жолда ұмтылып, аянбай енді оларда жанкештілік жоқ деп айта алмаймыз, батырлық жоқ деп айта алмаймыз. Мысалы, қанша қиын тіршілік болса да, тұрмыс болса да, әйтеуір сол мәнге ұмтылып, жетеріне жеткен соң бақытсыз болып, артық қайырсыз болып, ажал құшады. Сол сәттерді ойлап, Санжар ағайдың айтқаны бар. Мен қазір өзім енді қаншалықты дұрыс екен білмеймін, өміріміз көрсетеді ғой, бұйырса әлі алда көп жылдар көрсеткіш болатын, көп жылдар күтіп тұр деген үміттеміз. Бірақ өзім қазір мақсаттың мынандай формуласын қоямын. Мақсатты 2 қабаттан қойсақ деймін. Шынымды айтсам қазір ол өзім ойым ба, немесе Санжар ағайдан естіген ба, есімде жоқ. Айта бер. Бірақ енді өзіңнің жасыңа лайық сөз ұстап отырсаң болды ғой, мәселе сода ғана ғой. Мен қазір мақсатты жеке өзім былай қоямын да, мақсатты 2 қабаттан тұрғызамын. Біріншісі бір өмір, тіпті ондаған, жүздеген, мыңдаған жылдар жетпейтіндей бір мақсат қоямын да ең төбесіне. Және екіншісі мына дүниелікте белгілі бір күшпен, еңбекпен жетуге болатын мақсат қоямын. Сонда біріншісі менің дүниелік қажеттігімді қанағаттандырса, екіншісі менің рухыма, жаныма, тәніме бір байлық берсе, ертең арғы өмірімде көмектессе деген. Сондықтан мақсат қоюдың сонда 2 формуласын ұстанамын. Мысалы, ең төбесінде ол адамның сеніміне байланысты қандай. Мысалы, Алланың разылығы дейді біреу, мысалы, мұсылман болса, немесе басқа бір нәрсе деуі мүмкін. Сонда ең төбесіне Алланың разылығын қойса, одан кейінгі бір саты төменге мына дүниелік, көлік, жақсы үй, бала тәрбиелеу, өсіру дегендерді бір қабат төмен қойса, сонда мына 2-ші қабатындағы мақсатқа жеткеннің өзінде жаңағыдай 40-тан кейін мәнсіз қалмайды да. Ода әрі қарай ұмтылатын, әлі де бір шексіз бітпейтін, түбіне жетіп болмайтын бір мақсат тұрады. Сондықтан өзім солай ұстанамын, сондай мақсат қоюдың сондай техникасын қолданамын. Бұйырса адастырмайды деген сенімдемін. Енді ары қарай анығын Алла көрсетеді. Бір шетінен енді сенің өміріңде маған бір зерттеу объектісі болады. Сен бақылап отырамыз. Енді осылай мақсат қойған жігіттің несі, жаңағы самолет ең соңында неге аэродромға дұрыс қонды ма, қонбады ма деген сияқты. Егер мен өліп қалып жатсам, басқа жастар сені тексереді деген сияқты. Енді ойыма келіп отыр да, бала кезімде, кішкентай кезімде ғой, абай оқуларына қатыстым. 93 пекен сондайыншы жылы дайындалдым, көп дайындалдым. Домбыра тарта алмайтын, домбыра тартып үйрендім, қара сөз жаттадым, өлең жаздым. Сөйтіп, бірақ аудандық жарысқа баратын кезде қар күрелмеген, жол жоқ, 13 шақырым жер алып тастаған боран. Директорым айтты ғой, бара алмайтын болдық. Енді солай шығар енді, тағдыр ғой деді. Жата бер үйінде деді. Созақ ауданы ма? Шар ауданы, Шымкент. Шар, біздің Шығыс Қазақстан облысы. Сөйтіп,
жаңағы мақсат дегеннен шығады, арман дегеннен шығады. Бір Құдай бір күш берді ма, орнымнан тұрдым. Бірден жаңағы домбырамды асынып алып әке-шешеме айттым, 13 шақырым жер, бір жүгіріп болса да бір жетем ғой, әлі жарысқа 2 сағат бар. Сөйтіп олар не істерін білмей қалды, сонымен жүгірдім бастап. Жүгіріп келе жатырмын, боран соғып тұр, қар жауып тұр, аяз, терлеп жатырмын, терлеген барлығы мына жер қырау болып қатып жатыр. Әйтеуір бір шана қуып жеттім, ат шана кетіп барады екен. Оған мініп алдым, одан арт жағымнан трактор қуып жетті. Сөйтсем тракторда әкем байғыз, мынау үсі бөліп қалмасын, қасқырға жем болмасын деп, біреуге жарты шелек соляркасын құйып, артынан кепті. Оған тракторын ауысқанымды қайтейін, қыстыгүні ана солярка қатып қалады екен. Ол қатып тағы жолда қалдық, жаңағы ат шанаға ауыстық, әйтеуір жеттім. Мені директорыма апару керек болатын жарысқа. Сөйтіп қай мектепте өтетінін де білмеймін жарыстың. Сөйтіп аудандық білім бөлімін тауып бардым. 9 оқимын ба, сондай ғой. Содан олар бір мектепке жіберді, оған барсам жарыс бітіп кеткен. Мен мұнда тұрмын, жарысқа қатысуым керек. Мен не жоқ, транспорт жоқ, жаяу келдім жүгіріп дедім. Анарда мен сыйлады деймін. Негіз біз анықтап жатқанбыз, кімнің облысқа баратын. Қане дайындалды, 4 бөлімнен бірақ өтесін деді, жарайды. Маған да керегі сол. Әйтеуір қатысып айтып шықтым, барлығын тарсылдатып. Енді біз қайтадан ақылдасамыз деді, жарайды деп тұрмыз. Мен ойлап тұрмын, енді осы еңбегіме қарай бір 3-ші орын алып кетсем, арманым жоқ, ризамын деп тұрмын. 3-ші орын түгіл бас жүлде алып, облысқа аттандым ғой. Сонда айтам да, сол кезде Құдай маған егер бір белгі беріп, орнымнан тұрғызбаса, мен бір мақсатыма бүйтіп жетер ме едім, жетпес пе едім. Сол кішкентай ғана бір орнымнан тұрып талпынғаным, алға қарай, болашаққа қарай жүгіргенім, менің өмірлік кәдімгі бір ұстанымыма, өмірлік бір бақытым айналды. Себебі облыстан орын алып аймақтыққа өттім, аймақтықтан республикаға өттім, алғашқы абай оқуларына қатысып, сол университетіме сол жолдаманы солай алдым мен. Сөйтіп грантта оқығаныма мен сол кішкентай бала Саяттың арманына, мақсатына, алдына, болашаққа қарай жүгірген әсер етті. Енді осындай оқиғалардың, Сәке, сіз де бір айтсаңыз, Шыраз, сен де бір айтсаң, мен аударғанда Тастамаш ана деген кітап бар. Сонда балалар үйіндегі тәрбиелеп жүрген Ілияс деген бас кейіпкер бар. Сол айтады, балалар үй деген кезде көп адамдардың ойына бір бұзық балалар елестейді дейді. Өмірде жол болмаған, атаның бір мейірімінен махрұм қалған. Мен сол стереотипті жойғым келді дейді. Балалар үйінен неге дұрыс адамдар шықпасқа? Неге тұлға шықпайды балалар үйінен? Неге өмірде жол болған адам шықпайды деп сөйтіп тістеніп өстім. Ата-анам менің ұрлық жасағанды қаламас еді тірі болса деп, сондай бір сеніммен өстім дейді. Ата-анамды ренжітпеуім керек. Біреулер жүр ұрлаймыз, металлом ұрлаймыз, балыққа барып ананың балығын алып кетеміз деген кезде жоқ. Мен шешем тірі болғанда мен ол ісімді құптамас еді. Шешем мен қарап тұр деп кәдімгі сондай сеніммен өстім дейді. Сен жынды екенсің ғой. Шешең баяғыда қайтыс болып кеткен. Не айтып тұрсың деп айтса, жоқ болмайды деп айтам дейді. Мен оған дейін де балалар үйіне дейін де анамның, әкемнің тәрбиесін көрдім ғой. Неге оның тәрбиесін жоққа шығарам дейді да. Кітапта айтып отыр. Сөйтіп ақыры ол кезде балалар үйінің балалар бәрі 9 бітіріп кетеді екен колледжге, техникумға, училищеге. Бұл министрге хат жазып жүріп, мен сабақтарым бәрі жақсы, 5-пен оқып келе жатырмын. Мен неге 9 бітіріп шығарып жүресіздер? Мен ел қатарлы 11-ді бітіруім керек қой. Деп министрге хат жазып, сол министр тексеріс келіп, мынаны шынында да қабілетті екенін сезініп, ақыры 2 жылға қалдырып, ақыры директорды орнынан алады сол үшін. Сонда айтам да, арманға жету, мақсатқа жету осындай кішкентай бала кездегі қиялдардан да бір бастау алатын сияқты ма деп ойлаймын. Сол жаңа біздің бұл мәселені шешкісі келген адам ана нөлден бастасын деп отырған себебі сол. Неғұрлым төменнен басса, ол соғұрлым алысқа кетеді. Иә. Енді осындай бір өзіңіздің өміріңіздегі осындай мақсатқа жетуге байланысты. Сәке былай болсын. Сондай бір айтсаңыз. Мына өте әдемі естелік айттыңыз да, әсерлі. Жаңа бала Саяттың тұрып алып ана мен кетем деп жүргендері сол жаңағыдай бір ол бір бейсаналы болып отқан нәрсе ғой ол жерде жаңағыдай. Яғни оның да түбінде не жатыр жаңа абай оқуларына қатысу деген кезде. Ана абайдың ілімін насихаттасам, сосын менің аузымнан оның өлеңдері қайтадан төгілсе, мына оның тыңдаған құлақтарымен бараттаған көкірекке оның тағы да бір хикметтің дәні шашылады да, олардың санасындағы надандық тағы да қирайды деген объективті мән тағы жатыр. Енді сол надандықты қиратып, абайдың оқуы арқылы ілімнің ұрығын шашамын деген мәнді жүзеге асыруға университеттің дипломы көмектеседі.
мәселе. бірақ сол жаңағы жарысқа қатысқан кезде мен басқа нәрсе ойлаған жоқпын, дайындығым бекер кетпесін деп қана ойладым. Өйткені айқын сана солай еңбегім еш болайын деп басқа сөйлеп тұрса, тұрады. тым болмаса барып бір қатысып қайтайын дедім да. Ал енді аяқтайық. Сен болды аяқта. Аяқтайын ба? Иә, аяқта сен жапынан енді керемет болып қалдың мына соңғы. Мен даже өзім осыған дейін босқа сөйледім ба деп жаман уайымдап отырмын. Ана естеліктің әсерінен. Давай. Негізі бүгінгі әңгімелеріңіз енді ағаларымыздың әңгімесі өте керемет болды. Бір қазына сандықтың жанында отырған секілді отырмын. Сондықтан жаңа енді Санжар ағаға айтып отырмын, осыдан 4 жыл алдын естіген әңгімем өмірде көп көмектесті. Сіздің үлгіңізден ағылшын оқып үйрендім. Қазір осында бір шетте отырғанымның өзі сіздің үлесіңіз бар деп. Сондықтан өзім ойлаймын, енді осыны көріп отқан жастар немесе бір бозбалалар болса, ертең бір 10-20 жылдан кейін кезінде сіздердің сол видеоларыңызды көргенбіз деп айтып тұрса не деген бақыт деп өзім ойланып отырмын да. Сондықтан енді осынша еңбегіміз, осынша айтылған сөз біреудің пайдасына жараса, болмаса жаңағы суырылып шыққан бір адамның суырылам деп тұрған бір адамға қол ұшын беретіндей бір видео болса, топтың ішінен бөлім шығам деген. Басқа осы видеоның мақсаты да сол, осы ағаларымыздың еңбегі де сол. Сондықтан сіздерге де көрерменге де рахмет. Жүзден жүйрік мұнан тұлпар деген сол жүзден жүйрік мұнан тұлпарларға айтылады бұл. Жақсы, рахмет. Мынау біздің ата-аналарымызға да айтарым, күйрек балаларды тәрбиелемейік, мықты балаларды тәрбиелейік, жаны да, тәні де азықтанған. Сондықтан осы жолда бәріміз табысты болайық. Жақсы. Рахмет сіздерге. Енді арман мақсат дегенде қошқан ағай сіз ұзақ сөйлепсің, ұмытып қалдым. Тақырыпты ұмытып қалдым. Иә, ағалар рахмет қолға салып отырғандарыңызға. Зыр еткіздік, бірақ дубль. Кеттір ғой.